Мысалы міне алдымызда айлардың сұлтаны ораза айы келе жатыр да, иншалла бәрімізге нәсіп болсын да. Просто мен айтайын деген нәрсе, мен Құран, хадистен еш нәрсе келтірмеймін. Оны сіздер менен жақсы білесіздер ғой. Мен айтайын деген нәрсем, ораза деген қарапайым тілмен айтқанда не ол? Ол контроль ғой. Жанымен тәніңді, нәпсіңді 24 сағат, 7 күн барлық нәрседен тыю, контрольдау. Кім үшін контрольдайсың? Кім үшін ораза ұстайсың? Досың үшін ғой. Досың кім сенің? Сен ешқашан сатпайды. Саған күн сайын әр күн беріп жатыр. Деген дем беріп жатыр. Көзіңді көрсетіп, құлағыңды, аузыңды қақсатып жатыр. Сен бұл ауызбен ғайбат айтасың ба? Сен бұл ауызбен салауат айтасың ба? Оны өзің білесің. Бірақ ол сені сатпайды. Сен сатып жатсың. Сен Алланың берген әртүрлі бағанағыдай жанымен келген, тәнмен келген күш-қуатты сен ғайбаттасаң да сатасың. Сен сатқынсың просто. Біздер сатқынбыз. Алла Тағала сатпайды ғой. Ешқашан сатпаған. Сол үшін досың үшін келе жатқан қасиетті Рамазанда бір ай өзіңді контрольда. Сол кезде айтады да досың, намаздың сауабын өзіңе, дәреттің, тағы да басқа амалдардың сауабы өзіңе дейді. Бірақ мына бір ай өзіңді контрольдап, мен үшін контрольдадың ба, ақыретте оның сауабын, оның жекпотын дейді, мен беремін дейді. Сол үшін достар, қарындастар, апалар, ағалар, інілер, келе жатқан контроль айды досымыз үшін ұстайық. Сатпайтын, Алла ризалығы үшін деген сөз ғой.